Қанат Рахманбердіұлы боламын. Бүгінгі қоғамдық тыңдауында Ру-6 жекешелігі шектеулі серіктестігінің рұқсат етілген шығындар нормативі, рұқсат етілген ағымдылар нормативі, қалдықтарды басқару бағдарламасы, өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы, табиғат қорғау іс-шаралар жоспары бойынша ашық жиналыс түрінде өтеді. Қоғамдық тыңдаулар өткізу қағидаларын бекіту туралы бұйрығына сәйкес жергілікті атқарушы органның өкілі ретінде, яғни төрағасы ретінде өзімді ұсынамын. Хатшысы ретінде осы қатысушылар арасынан Ру-6 жекешелігі шектеулі серіктестігінің заңгері Мырзахметов Азамат Серікұлын сайласақ. Қарсылықтарыңыз бар ма мына жерде? Азамат тұра бер. Қарсылық жоқ па? Онда бірауыздан сайланды. Бүгінгі қоғамдық тыңдауды ашық деп жариялаймын. Бұл қоғамдық тыңдаудың тапсырыс берушісі өздеріңіз көріп отырған Ру-6 жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, ал жобаны дайындаған Сыр Арал сараптама жекешелігі шектеулі серіктестігі. Бүгінгі жиналысқа жобаға қатысты жоба жетекшілері мен ұйымдардың мамандары және мүдделі органдардың өкілдері Zoom конференциясы арқылы мына жерде телефон арқылы қатысып отыр. Енді кезекте осы жиналысымызды регламентін бекітіп алайық. Баяндама жасауға 10-15 минут, қосымша сөйлейін, сұрақ қоямын деушілерге 3-5 минут аралығында беріледі. Келісеміз ба? Егер осы қоғамдықта қойылатын сұрақтарыңыз, пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз бар болса, қазір хабарламасы жасап болғаннан кейін қоя бересіздер. Осы жоба бойынша Сыр Арал сараптама жекешелігі серіктестігінің баяндамашы Оразбаева Ғазизаға сөз кезегін берейік. Саламатсыздар ма? Бүгін Қызылорда облысы Шиелі ауданы. Сәлеметсіздер ме? Бүгін Қызылорда облысы Шиелі ауданы солтүстік Қарамұрын және оңтүстік Қарамұрын кеніштерінде орналасқан Ру-6 жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің рұқсат етілген эмиссиялар нормативтерінің жобасы қарастырылады. Арада слайд бар, сонда қарап отырсаңыздар болады. Келесі слайд. Тапсырыс беруші Ру-6 жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, жобаларды әзірлеуші Сыр Арал сараптама жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Келесі. Жалпы мәліметке тоқталатын болсақ, негізгі қызмет түрі ұңғымалық жер асты сілтісіздендіру әдісімен ураны бар кеніштерді өндіру, кейіннен алынған өнімді сорпциялық концентрациялау әдісімен өңдеу, уранды жер асты сілтісіздендіру кеніштерінде өндіру Қарамұрын кен орындарында жүзеге асырылады. Өнеркәсіп алаңдары солтүстік Қарамұрын және оңтүстік Қарамұрын болып екіге бөлінеді. Бірінші және екінші алаңдардың арақашықтығы 9 шақырымды құрайды. Ру-6 ЖШЕ-сі бірнеше алаңдарға бөлінген. Олар уранды жер асты сілтісіздендіру Қарамұрын кеніші және Шиелі Тайқоңыр автожолының 82-ші шақырымында орналасқан радиоактивті қалдықтарды көмудің жер үсті қорымы. Солтүстік және оңтүстік Қарамұрын кеніштері Қазақстан Республикасы Қызылорда облысының Шиелі ауданында орналасқан. Қызылорда қаласынан оңтүстік шығысқа қарай 130 шақырымда. Кеніштің солтүстігінде, солтүстік шығысында және шығысында Қаратау таулары, оңтүстік шығысында Түркістан қаласы, оңтүстігінде және оңтүстік батысында Сырдария уран кені провинциясы орналасқан. Жақын елді мекендер Көкшоқы және Шиелі кенттері. Кәсіпорынның жұмыс режимі 35-40 сағаттық жұмыс, аптасына 260 күн жылына. Уранның жалпы өнімділігі бір жылға 833,3 тоннаға дейін жетеді. Келесі слайд. Өндіріс алаңдары мен ертінділерді өңдеу цехтары орталық базадан 12-25 км қашықтықта орналасқан. Жаңа уран өндірістерінен, яғни Казатомпром өнеркәсібі, Семізбай У ЖШЕ-сі, Байкен У ЖШЕ-сі және Қарасан кенішіндегі Қызылқұм ЖШЕ-сі өндіруші кен орындары орналасқан. Жолдары асфальтпен қиыршық тас төселген жолдар бойынша қарастырылады. Қарамұрын кенішінде технологиялық әдістер учаскесі, екі учаскесі 1-2 болып бөлінеді. Өнімді ертінділерді қайта өңдеу учаскесі және қалпына келтіру жұмыстары учаскесі бар. Келесі слайдта Ру-6 ЖШЕ-сі аумағының орналасу ситуациялық жоспары көрсетілген. Одан кейінгі слайдта Ру-6 ЖШЕ-сі аумағындағы нысандардың орналасу жоспары көрсетілген. Келесі слайд.
Кәсіпорынның қоршаған ортаны ластау көзі ретінде сипаттамасы ең алдымен атмосфералық ауаны қарастырамыз. Атмосфералық ауаға пайдалану кезінде барлығы ластаушы заттар шығарындыларының 98 көзі бөлінеді. Оның ішінде 68-і ұйымдастырылған және 30-і ұйымдастырылмаған шығарындылар көздері қарастырылған. Түгендеу нәтижелері бойынша белгіленген көздерден басқа солтүстік Қарамұрын және оңтүстік Қарамұрын кеніштерін игеру жобасы бойынша көздердің тізбесі де осы жобада көрсетілген. Оған бөлек рұқсат қағазы бар. Осы жоба шеңберінде Қызылорда облысының Шиелі және Жаңақорған аудандарында орналасқан солтүстік Қарамұрын және оңтүстік Қарамұрын кеніштерінде шлам жинағыш құрылысы жобасы қарастырылатын болады. Аталған жобаға экологиялық құжаттар өз мерзімінен кеш алынып жатқандығына байланысты құрылыс жұмыстары 2025-2026 жылдарға ысырылды. Қарамұрын кенішінің объектілерінде газ тарату қондырғысы қарастырылмаған. Газ тазарту қондырғысы қарастырылмаған. Атмосфералық ауаға бөлінетін ластаушы заттардың көлемі келесі кестелерде көрсетілген. Келесі слайдтар. 2025-2030 жылдарға кеніштерді пайдалану кезінде бөлінетін зиянды заттар тізімі көрсетілген. Қандай зиянды заттар бөлінеді? Барлығы 58,9 тонна жылына зиянды заттар бөлінеді. Кейінгі слайд. Одан кейінгі слайд. Ал бұл жерде солтүстік Қарамұрын және оңтүстік Қарамұрын кеніштерін игеру кезеңінде бөлінетін зиянды заттардың тізімі көрсетілген. 25-30 жыл аралығына бұл жерде әр жылға әртүрлі зиянды заттар бөлінеді. Кестеде барлығы анық көрсетіліп тұр. Келесі слайд. 2025-2026 жылға солтүстік Қарамұрын және оңтүстік Қарамұрын кеніштерінде шлам жинағы. Кейінгі слайд. 2025-2026 жылдарға шлам жинағыш құрылыс кезіндегі қалдықтардың жиналу лимиттері де көрсетілген. Келесі слайдта. Осы слайдта шлам жинағыш құрылысы кезіндегі бөлінетін қалдықтардың лимиттері көрсетілген. Енді қарастыра келе, бұл келесі өндірістік экологиялық бақылау. Өндірістік экологиялық бағдарламасына сәйкес жүзеге асырылады. Атмосфералық ауаның мониторингі санитарлық аймақ шекарасында жүргізу ұсынылады. Олар азот, күкірт оксидтері және шаңға. Ағын судың мониторингін бу туғанның аумағында қалқымалы заттар, сульфаттар, хлоридтер, нитраттарға жүргізілу ұсынылады. Топыраққа өндірістік аймақта мұнай өнімдеріне мониторинг жүргізу. Радиациялық фонның мониторингі санитарлық қорғау аймағында 90 сайын жүргізіліп отырады. Келесі слайд. Қоршаған ортаға қорғау жөніндегі іс-шараларға тоқтала кетсек, алғашқы жоғарыда аталған жобалардағы эмиссия нормативтерін сақтау, қондырғыларды жұмысын қатаң бақылауда ұстау, технологиялық циклды ақаулар дер кезінде жөндеу, қондырғылардың ескірген бөлшектерін ауыстыру. Келесі ластаушы көздер мен санитарлық қорғау аймақ шекарасында атмосфералық ауаның мониторингін жүргізу, аймақты көгалдандыру, тұтыну және өндіріс қалдықтарын арнайы жабдықталған орындарды жинау, бөлу және залалсыздандыратын мекемелерге өткізу. Бақылау ұңғымаларын пайдалана отырып, жер асты суларының сапасының мониторингін жүргізу. Келесі слайд. Назарларыңызға рахмет. Егерде сұрақтарыңыз болса, болады. Енді жаңа бәрін жасаптың зиянларын бәрін көрсетіп жатыр. Енді оған әлеуметтік саласына халыққа қандай ұрыстардың нелер бар, не бар? Көмегі бар ма? Пайдасы бар ма? Оған жаңағы зияны ғана бар ма? зиянды әлеуметтік салада ең болмаса бір міндеттен алу керек қой. Оны жаңағы шлам жинағыш дегенде ол магнит деген емес па? Ал, шлам жинағыш. Жауап берсейді. Қазір бұл мәселеге осы жаңағы тапсырыс берушілер жауап беру керек сияқты бұл жерде. Менің жұмысым жобаны жасау. Жобаға кіргізу керек еді ғой сондықтан. Мен айтып отырсыз саған.
эмиссия дедіңіз ғой, Иә, иә. енді соның жаңағы шлам жинағыш құрылысы 25-26 миллион басталады дедіңіз. Соған жасап отқандарыңыздан Жоқ, бұл жалпы РУ-6 уран өндіруге просто ол проекті кіріп тұр соның ішіне. Енді РУ-6-ға біздің Қызылорда облысында Жаңақорған мен Шел ауданына ана тиесілі ғой уран байлығын алу. Оған енді үндемейміз, үндепте қайқа барамыз. Бізге берді ма, жазды ма, бағалаймызға соның балдарымыз жұмыс істеп жатыр көреміз. Бірақ сол үшін халыққа бір міндеттеме алу керек қой. Оған мына тапсырыс берушілер тәпсіздерге өздері Болды. Микрофонды қойса, немене естіп жатқан жоқ бұл сөзіңді. Ал жарайды. Ал. Енді біз барша жауап берейік. Біз Рушес жауапкершілігі шектеулі мекемесінің өндірістік қауіпсіздік басқармасының басшысы Халық Нұрлан Әбіләсанова. Жалпы бұл жерде қарастырылып отырған эмиссия нормативі деген жалпы мекеменің қоршаған ортаға, атмосфераға ластанушы заттардың белгіленген бір нормативтер. Бұл нормативтер Қазақстан Республикасының заңнамасы аясында сосын экологиялық реттеуші органдардың рұқсатымен шектеулі нелер. Егер біз бұл нормативтерден жоғары асып кетсек, штрафтар нелер салынады. Ал енді сіздер әлеуметтік жоба жөнінде айтып отырсыздар ғой. Енді әлеуметтік мәселе жөнінде жалпы самұрық қазынаға бағынамыз. Самұрық қазына бізге ары қарай самұрық трансфер сол компания арқылы жүзеге асырады. Енді бізде жалпы РУ-6 мекемесі шамасы келгенше көмектесіп жатыр. Енді бізде арнайы мынандай бюджетке мынандай ақша бөлінбейді. Енді біз налог бәрін төлеп тұрамыз, бірақ жаңағыдай көлік, басқа да мәселе болса, жаңағы балдарды оқыту, жоғарғы оқу орнына, жаңағы жақын жатқан елді мекендердің балдарын жұмысқа алу жөнінде ондай мәселелер бар, алып жатыр, қарастырылып жатыр. Енді тағы да басқа мәселелер болса, біз енді жоғарыға қарай өзімізден жоғарғы мекемелерге, басшы органдарға жеткізуге тырысамыз. Мен Халық Нұрлан Әбіләсанұлы, осы РУ-6 жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің өндірістік қауіпсіздік басқармасының басшысы. Ақыры сұрақ қойып қойып, сұрақ қойып. Екінші мәселе бойынша, мынада айналайын деген детсад бар. Ол алғашқы рет сол детсад осы атом өнеркәсібі жұмысшыларының балдарына арналған. 100% тек атом осы Рушестің, тек Рушес еді ғой ол жерде. Енді қазірдің өзінде 95% осы атом өнеркәсібінің балдарының қатысы. Бірақ ана несі стоятсың. Өзіңнің балаң сұраға баратын шығар, мысалы, немеден балаң бар. Көрші ана стоятын. Ана 90 мәшіне келеді. Азанда бір, кешке бір, екілетін. Тұратын орын жоқ, бір-бірімен соғысып жатады. Сұраны бір өздері шефті алып, шаман жөндеуге бола ма? Мекемелерінде бар ма сөздерін аспар? Енді мекемені біз енді жалпы мекеме бізде өзімізде көлікті біз жаңа Шел Сұңқар деген мекемеден аламыз. Енді бұл жерде жаңа кеніш директоры деп отыр, Батыр Кемел Батыр, ол жөнінде қандай көмектер бере алады, жауап берсін. Ассалаумағалейкум халық. Мен мынау Рушес мекемесінің кеніші, кеніш директоры болып қызметін атқарамын. Кемел Батырхан Омарханұлы. Жаңағы айтып жатқан көмектесу бойынша, көлік бөлу бойынша біз Бидайкөл мен Авангардқа келгөлге осы көктемде тазалыққа қатты байланысты техникаға бөліп беріп жатырмыз. Канал қазуға былтыр көмектестік, су келтіруге. Одан да басқа Бидайкөлде көп жатқан шығарсыздар, орталық стадионды қоршауға көмектесіп жатырмыз. Басқа да тіркте болып отыр. Жаңа айтып кеткендей, сол елді мекендерден нашар отбасылар дейді, әлеуметтік және әлсіз отбасыларды солардың студенттерінің оқу ақысын төлеп жатқанда көмек болып жатыр. Жаңа сіздің айтып кеткен мынау айналайын детсадтың алдындағы стоянканы көбейіп,
ткава шақырып армақ алып көреміз, грейдерге техникамен көмектесеміз, тегістеп беруге шақырып. Енді асфальтқа біз шығамыз кейін, асфальтқа мынау дәулем араласпаса. Автоөнеркәсібі бар емес пе? Осы адамдар шетелдегі бәрі бір неге бармасындар ғой. Бірге биылымызды сендердің балдарың 95%. Ол басқа Ғайнеге, енді ол бізде оған бөлінген ақша болмайды. Ол асфальт болғасы ақша бөліну керек, сатып алу керек, ол бюджетке ену керек. Ертең келіп бізді келіп тексеретін, жоғарыдан келіп тексеретін, нағып жұмсадың, ол ақша нағып жаққа жібердің деген мақсат нағып өзгерттің деген түйісті болды. Ол жағын біз жаңағы айттық қой, жоғары самұрық қазынаға қазір бағынамыз. Сол жаққа шығамыз. Сол жаққа шығып, бұлардан бері сол шығып кіргісі алдыңыз ғой. Ол бұрын өзі басқарып, өз билігі өзінде тұрған кезде біз өзіміз көмектесеміз. Арман келетімізді ремонттаған болады. Енді қазір аудан өтіп тұр ғой инвестиция. Біліп отырсыз ғой, өзіңіз облыстың баласы отырғанын. Былайша техника бойынша тегістеп, реттеп, тас төсеп, тас төсеп көмектесуге болады. Сөйтпесеңде сосын ана жігітке ана асфальттан дейміз. Кенттің әкімі шығып, бюджеттен ақша бөліп дейді. Көше бәрін асфальттап отыр ғой, сол сайын кейін асфальттап болады. Мен Бидайкөл ауылында тұрғынымын, алтын иегерім. Осы сіздердің бұрғылаудың несінде менің Бурабек балам бар. Бірақ ол Семейде бітіріп келгенде балам. Мындай менде жекеде істейді да. Именно сіздерге істейді десек, барған мекемелер ақша сұрайды. Осы ақшамыз жоқ беретін. Жаңа көмектесем дегесін айтып жатқаным ғой сіздерге. Соған көмек берсеңізші, қазір сол жақта жүр, айдалада, жекеде жүр. Ана жақтан шығарып тастайды, мына жақтан шығарып тастайды сөйтіп жүр да. Сосын бір көмек бере ма деп айтып жатқаным ғой, тиемін көмектеріңіз деп. Семейде оқып келген, именно осыны оқып келген. Енді оны қарастырып көрейік, телефон нөмірін жазып аласың. Телефон нөміріңізді беріп кетіңіз. Азамат жиналыстың хатшысын өзі жазып. Оған жаңағыдай вакансия болып жатса, мамандығына қарай. Неге жаңа септіктер деген жазу бар? Ол бөлек. Осы адам шегінен септіксіндеге қарай ма? Жоқ. Өзіңізде Ол қасында бар. Ботаға шиелін септігі ЖГБ-ға қарайды қазір. ЖГБ, асылбектерге. Ардагерлер апаларымыз айтама деймін енді. Саламатсыздар ма барша көрермендер? Бидайкөл ауылы бәйтерек ауылдық округі әкім аппаратының қызметкерімін, есімім Сапарова болады. Бидайкөл ауылындағы Абай Құнанбаев көшесіне балалар ойын алаңының жобасын көшеге бастап тегістеп жасаған. Сол аяқсыз қалып қойып еді, сол жалғасын табамын деп сұрайын. Көшеге хабардар. Анықтап көрдік па, біз бұл жақта онда ойын алаңы соғып бастаған жоқ. Анықтайды, көшеге келетін болса. Бұл жерде қосымша айтып кететін бір нәрсе бар, жаңа батыр айтты ғой. Бізде апта сайын Қазақстан Республикасы президентінің Таза Қазақстан акциясы өтіп жатыр ғой. Соған әр апта сайын үлкен техникалармен осы Рушес мекемесі көп көмек беріп жатыр. Бұл кісілердің өздері де шығып, қызметкерлері де шығарып жатыр. Оның алдында осы Шиелі ауданының шамалы тұрмысы төмендеу отбасынан шыққан студенттер Қазақстанның қай түкпірінде болса да оқып жатқан 50 студентке бір жылдық ақылы оқып жатқандарға ақысын төлеп берді. Ең кемі біз сол жерде саралап қарағанда төленіп бір жылдық оқу ақысы 560 мың теңге екен біреуіне.
ең кемінде. Ал жоғарғысы миллионға дейін барады екен. 800 бір мың теңге. Соның барлығын осы биыл төлеп барлығын шыны керек қаншама отбасын қуантып отыр бұл кісілер. Демеушілікпен. Бұл ана неге байланысты мезір ол. Осы кезеңге дейін ондай жағдай болған жоқ қой бірақ. Білімбек Болат Мәлібекұлы, Шиелі кент ардагерлерінің төрағасымын. Менің сұрағым осы мынау көк күшігін сақтау қоймасы бар емес пе? Сол қараймысың? Осы мына жобаның ішінде жоқ па? Оны соған байланысты сұрақ қояйын деп едім, ондай болса, онда бұл сұрақ қояйын. Жерасты сілтілендіру өндірілген жерастыдағы металл бар емес, уран бар, 600, 500, соны сілтілендіру. Ең дүниежүзіндегі ең қазіргі безопасный метод осы сілтілендіру. Бес кислотный зерттеп көрдіңдер ме? Ондай бізде атом құрамы саласында арнайы нелер бар, жоғарғы нелер бар. Солар көрмесе емес. Онда да аты иесі бар ғой. Солар қазір бес кислотный көшірмейді уран алуды. И ол өте зияны жоқ. Өте бір осындар экономистский не дейді. Выгодно, да, ему? Сондай дейді. Ал енді сілтінің аты сілті көк шығу астына жіберілген. Ол қазір бәрі зиянды көріп отырмыз. Негізі осы сілтісіз алудың былайша зерттеп көрдіңдер. Тағы бір соңғы келесіміз емес шығар. Келесімізде осы мәселені талқылайық. Енді осы мәселені көрдіңдер, келесімізде осы мәселені талқылайық. Жақсы. Басқа ұсыныс пікірлеріңіз бар ма? Жоқ болса, бүгінгі қоғамдық тыңдауды өтті деп барлығымыз біраздан яғысақ болды. Ендігі бұл енді бүгін аяқ асты не болды ғой. Қоятын сұрақтарыңыз болса, тағы да өтеді осындай қоғамдық тыңдаулар. Сол кезде жақсылап қажетті негізі бұл экологияға байланысты болған экология тарапында сұрақ өте көп қой, таусылмайды ол ешқашан. Ал бүгінгі қоғамдық Мынандай бір ұсыныс бар. Жалпы біз осындай мәселелер, экологиялық мәселелер келген кезде дайындалып келуіміз керек. Біз бүгін ешқандай дайындалу жоқ, тек қана оқытыстағы соған келіп отырмыз. Мүмкін болса, осындай мәселені алдын ала, кенттің әкімшілігі, басқаға берсін. Или соны бір WhatsApp-тан алып оқиық, или соны барып оқиық. Біз дайындалып келейік. Жаңа мына цифрлар беріп жатыр. Бір цифрны сөнген жоқ. Абсолютно. Бізде енді Мен айтып жіберейінші, бұл жерде. Бұл бір ай бұрын бізде именно осындай қоғамдық тыңдау өткізетін портал бар. Сол жаққа салынған бүкіл материал сонда тұр. Телефон керек болса, нарушителен хабарласып, бумажный барлығын алуға болатын белгілерде. Объявление тұрды, осыдан. Оның барлығы аға жаңағы хабарландырылды деп жатырған ғой сізге. Бір ай бұрын біз оның барлығын ілдік дасқа объявлениеге. Ана қоғамдық тыңдау өткізетін портал бар, сайт. Сояққа салынды, сояқтан көруге болады бүкіл мәліметті. Бұл сайтына кіре аламыз. Әңгімесі жай халықпен кездесіп отырсың ғой, енді сауатты халықпен енді сауатты халық болса жанын шығарар еді сені. Сен мысалы үшін не оған просто хабарландырып жүргендер. Ал енді мына бүгінгі беріп жатқан цифрларың бар емес па? Соны алдын ала мысалы осы баяндама қашан дайын болды? Жоқ, енді ол жақта телефон тұр ғой, сол арқылы сіздер хабарласып, маған бумажный бер деп алуға болады. Тоқта, мен айтып отқан ұсынысым, сен өзің нәрсені айта берме. Сен осы жаңағы дайындалған баяндамаң бар емес па? Кенттің әкімшілігіне неге бермейсіңдер? Біз сосын бар сонымен жұмыс істеуімізге болады. Дайындалып. Олар бізге хабарлар еді.
бәрі кентте әкімшілік жұмыс істеп жатыр. Кенттің ішінде тұрсыңдар. Қазір біз бізге қараңғы ма? Жақсы, түсіндім. Келесіде барлығы хабарландырылады, алдын ала жіберіледі. Келесі жолы есте болады, алдын ала 3-4 күн бұрын, бір апта бұрын жобаның несін сіздерге акиматқа, жергілікті органдарға, жаңа ардагерлерге береміз. Енді жаңағы жоба жетекшілері сайтқа нағылады, ол сайтты екінің бірі қарай бермейді. Нұреке, менде қандай ұсыныс бар. Ақыры осы жиналыс өтетін бір ай бұрын болды ғой, бізде жергілікті өскелең газеті бар. Міне осы аудан ардагерлері оқиды барлығы. Соған берейік, тақырыбын берейік. Ол ешкім порталға кіріп оны қарап отырмайды. Түсінікті түсінікті. Ауырады. Ендіше, департамент экологиядан Маржан Түсмағамбетова деген эксперт бізге сұрақ қойғысы келіп отыр екен. Сол кісінің сұрағын тыңдайық. Маржан, қоя беріңіз. Уменьшение болып тұр ма, увеличение жұмыстары болып тұр ма? Көшеде. Не себепті сіздер жобаны жасап жатырсыздар дейді. Корректировка не себепті жасалынып жатыр? Өнімде увеличение болып жатыр ма, көбею или төмендеу болып жатыр ма? Не себепті? Жоқ, объем өзгерген жоқ, Маржан. Бұл жақта жаңағы шламонакопитель основной, жаңағы 25-26-ға қосып отырған жаңа разрешениені кеш алуларына байланысты строительствоға, шламонакопительге сол былтыр жылға қосылмай тұр. Сонымен соны 25-26-ға строительствосын жобаға. Сосын сброс суға байланысты өзгерістер бар проекттің ішінде. Оның барлығы жобада анық жазылып көрсетілген. Маржан? Болды ма, жақсы. Құрылыс қажетті соғылар. Теотоғыз өзіміздің территорияда полигонның ішінде территорияның ішінде болады. Бұл құрылыс болғанда бассейн ғой. Ана жерді бұрғылағанда шыққан жердің астындағы батпақтың несін соғын көйіп қоямыз. Ол бассейнді қазір пленкамен қаптап, кәдімгі 50-50, 100-150 болып сонда бассейн, 3 бассейн болады. Бөлінде таза жесе батпағы, бөлінде жаңағы оған араласқан батпағы болады. Ол шламанақ деген. Үшесі мынау полигонда. Өтекте. Яқта болмайды. Сол скважинадан тастап жүрміз. Кен басқармасы. Сонында келесін енді қосшы. Таза қазақша болсын. Мақұл ма? Жақсы, естіп отырмын. Ол жаңағы печат нелердің бәрін алып тұрған. Жақсы, ескереміз. Ұсыныстар қабылданды. Мынау алтын уақыттарымызды бөліп, осы қоғамдық тыңдауға келгендеріңізге көп рахмет. Сіздің қоғамдық тыңдау аяқталды. Жақсы.